Қазақ халқының шығармашылық дәстүрі. Құрметті балалар, бүгін сіздер 16-17 ғасырлардағы қазақ халқының шығармашылық дәстүрі туралы мағлұмат аласыздар, және қазақтың атақты жырауларымен танысасыздар. Қазақтың ауыз әдебиетінің асыл қазыналарын жасағанда, оны ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғанда, халық арасынан шыққан дарынды адамдар, ақындар, сал-серілер, жыраулар еді. Қазақтың батырлар жырын туғызушы да осы жыраулар еді. Сол кездегі қазақ поэзиясының аса ірі тұлғалары Шалкиіз 1465-1560 жылдар, Доспамбет 1490-1523 жылдар, Жиембет 17 ғасыр, Марғасқа 17 ғасыр, Ақтамберді 1675-1768 жылдар, Үмбетей 1706-1778 жылдар, тағы басқа жыраулар. Доспамбет жырау өз өлеңдерінде жастарды ерлікке, елін, жерін жаудан қорғауға шақырады. Оның айнала бұлақ басы тең, тоғай су, арғымаққа оқ тиді. Айналайын ақжайық жырлары отан қорғауға арналған. Шалкиіз Тіленшіұлы әскери жорықтармен Кавказдың терістігін, Қырым, Дон бойын аралап шыққан. Шалкиіз жырларының мазмұнынан оның Ноғайлының әміршісі Темір бидің жанында көбірек болғанын байқауға болады. Жиембет жырау жырлары оның Есім ханның әскері басы қызметін атқарғандығын көрсетеді. Ханның кеңесшілерінің бірі болған. Есім ханмен бірге соғысқа қатысқан. Марғасқа жырау да Есім ханға жақын болған. Оның Есім ханға арналған Еңсегей бойлы ересім атты 7000 жолдық тарихи жырлары бар. Ақтамберді жырау 17 жасынан бастап Қазақ хандығы мен Орта Азия хандықтарының арасындағы соғыстарға қатысқан. Жоңғарларға қарсы отан соғысы кезінде 1723-1730 жылдары Орта жүз рубасы ақсақалдарының бірі болған. Қазақтың батырлар жыры Қобланды, Алпамыс, Ертарғын, Ерсайын, Қамбар дастандары тарих шындығымен қабысып жатқан шығармалар. Қазақтың әлеуметтік тұрмыстық дастандары да Қоз көрпеш баян сұлу, Қыз жібек тағы басқалары феодалдық рулық қоғамның өмірін үлкен шеберлікпен көрсетеді. Бұл кезде билер сөзі, билер айтысы, билер дауы, төрелік айту, шешендік сөздер деп аталатын көркемдік мәдениеттің бірегей түрлері болды. 16-18 ғасырлардағы Төле би 1663-1756 жылдар, Қазыбек 1665-1765 жылдар және Әйтеке 1682-1766 жылдар. Билер ерекше орын алды. Қазақ халқының ойын-сауық, той-думаны музыкасыз өтпеген. Қазақтар да түрлі музыкалық аспаптар жасай білген. Сонымен қатар дабыл, керней, ұран, дауылпаз сияқты музыкалық аспаптар жау шапқанда елге хабар беруде пайдаланылған. Бұл кезде қазақ тіліндегі жазба әдебиеттер, діни және аңыздық мазмұндағы кітаптар түрінде де таралды. Сондай-ақ тарихи шығармалар мен рулар тарихы шежіре жасалды. Тарихи Рашиди Орта Азия мен Қазақстанның 14 ғасырдың екінші жартысынан 16 ғасырдың басына дейінгі тарихы баяндалған шығарма. Еңбек 1541-1546 жылдары жазылған. Бұл еңбектің авторы Мұхаммед Қайдар Дулати. Жами ат-Тауарих жылнамалар жинағы. Қазақ тарихы бойынша құнды дерек. Жамих ат-Тауарих кітабының авторы Қадырғали бек Қосымұлы Жалайыр. 1530-1605 жылдар. Шыңғыс наме. Шыңғыс ханның өмірбаяны. 16 ғасырдың орта шенінде жазылған шығарма. Шығарманың авторы Өтеміс қажы. Еңбекте Қыпшақ даласын билеген Жошы хан әулетінің тарихы баяндалады.